Үйіңіздің көркін ашып тұрсын деп осындай әртүрлі гүлдер сатып аласыздар, бірақ олар үнемі солып қалады немесе өліп қалады. Бұл маған таныс жағдай. Егер де сіздерде де сондай жағдай болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен мына гүлді өзім атростық ретінде алған едім, ал енді өзі жайқалып, өсіп, өзінде атростық шығарып жатыр. Ал мына көрсетіп тұрған гүлімді мен жақында сатып алғанмын, оны жақын арада пересадка жасайтын боламын. Егер де пересадка жасау, яғни гүлді басқа горшокқа отырғызу да сіздерге қызық болса, комментария жазып кетіңіздер. Мен сол сіздерге арнайы оңай үй жағдайында қалай пересадка жасау керек екеніне видео түсіретін боламын. Ал енді мен сізге құпиямен бөлісе кетейін. Мына жерде 3 түрлі банка тұр, үшеуі де 1 литрлік. Мен сізге 3 түрлі әдіс көрсететін боламын. Үй жағдайында гүлге қалай қарау керек екенін. Біріншісіне біз кәдімгі постоянно үйде қолданылатын аспирин таблеткасын саламыз, ерігеннен кейін осыны гүлге құйып шығамыз. Ал екіншісі кәдімгі перекис водорода. Осы негізі менің ең көп қолданатын әдісім. Постоянно гүлдеріме осыны құйып тірі қалдырамын. Егер де солып жатқан гүліңіз болса да барлығына құйсаңыз болады, бірден жайқалып әдемі болып өсе келеді. Перекис водородан 1 литр суға 1 чайный ложка саласыз. Ал мынау қарапайым өзіңіз жейтін, күнделікті жейтін балдарға беретін бананның қабығы. Тастамаңыздар, суға салып просто осылай 20 күн немесе 15 күн қойып қойсаңыз, темный бөлмеде осыны гүлдерге қойсаңыз, гүлдерге өте жақсы пайда береді, қыздар. Қыздар, осы әдістің барлығын күнде постоянно қолдануға болмайды, гүлдерге постоянно көп су құюға да болмайды, ол туралы білесіздер. Ал бір гүлдер өзінің төбесінен су құйғанды қаласа, бір гүлдер тек асты тамыр арқылы су ішкенді қалайды. Сонысына қарай тамырымен және үстінен құя берсеңіздер болады. Ал бұл әдістерді 20 күнде бір, 15 күнде бір ғана жасаңыздар. Постоянно жасап гүлдеріңізді өлтіріп алмаңыздар, қыздар. Егер де сіздерге пайдам тиген болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.